Сабақтың тақырыбы тәуелсіздік ұрпағы шығармашыл жастар. Тәуелсіздік тартуы бұл тәңірдің, тәуелсіздік маңдайдағы бағым бұл, тәуелсіздік сыбағасы халқымның, тәуелсіздік таймайтұғын тағым бұл. Тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі. Тату, тәтті халқымызға бақ қонып, кетпесін туған жердің берекесі. Тәуелсіздік елімде, бақыт құсы самғап ұшты көгімде. Қазақ деген ғажайып халық қашаннан, көк бөрінің ұрпағымыз тегінде. Бабамның да арманы, өседі ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары, бақ береді баршаға. Тәуелсіздік аларды. Авторы Әлия Дәулетбаева. Кие бітер хам болсам тақтамаған, бара-бара жан қалмас жақтамаған. Күнәм қалса тарихты кер аударып, салт бойынша өзімді ақтап аламын. Бастан шіріп балықта тас болады, шірікті жеп қоғамда мас болады. Ойым жиын патшаның тонын киіп, шаштараздың алғаны бас болады. Қан жалғасса билікте миы кетеді, зәрішсең мезгілін билетеді. Арын, барын, тілін, дінін қош айтысып, ғаламдасу рухынды күйретеді. Тәуелсіздік ұқпасам нарқынданып, қабылдармын қашсам да артын бағып, бергеннің қадірін кеш жұқтырмай, тек меңгере мың берсін алтын балық. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзін барада өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай, еркіндік, қош келдің. Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Көк байрағы желбіреген бүгіндей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Назарларыңызға рахмет.